Орманның ішінде кішкентай, сүйкімді үйде әке аю, ана аю, және балапан аю тұрыпты. Бір күні таңертең олар ботқа пісіріп салқындасын деп серуенге шығып кетеді. Ботқамыз ыстық екен. Кішкене серуендеп келейік. Иә, салқындап қалар. Менің қарным ашып тұр. Тез қайтайықшы. Қандай керемет орман. Иә, серуенде өте жақсы. Алға, қызық әлі алда. Сол кезде орманда адасып жүрген кішкентай қыз Алтыншаш үйді байқап қалады. Ой, неткен әдемі үй. Ішінде кім бар екен? Ешкім жоқ сияқты. Кіріп көрейін. Алтыншаш ас үйге кіріп, үстелдегі 3 тостаған ботқаны көреді. Уф, тым ыстық. Бірақ бұл тым салқын. Дәл өзі, дәмді екен. Қарын тойған соң, ол қонақ бөлмеге өтеді. Онда 3 орындық тұр екен. Қатты екен. Бұл тым жұмсақ. Ойбай! Содан кейін Алтыншаш шаршап жатын бөлмеге кіреді. Ыңғайсыз. Жоқ, бұл да болмайды. Міне, керемет. Сәлден кейін 3 аю серуеннен оралады. Біреу менің ботқамнан жеген сияқты. Менің ботқама да тиіскен. Ал менікін мүлде жеп қойыпты. Біреу менің орындығыма отырған. Менікінде де біреу отырған. Менің орындығым сынып қалыпты. Біреу менің төсегіме жатқан. Менікінде де. Менің төсегімде біреу ұйықтап жатыр. Аюлардың даусынан Алтыншаш оянып кетеді. Алтыншаш сол күннен бастап ешқашан рұқсатсыз бөтен үйге кірмейтін болыпты. Ал 3 аю үйін ретке келтіріп, ботқасын қайта пісіріпті. Сабақ рұқсатсыз бөтеннің затына тиіспе.